Сүнгіл мен Деспина полициядан шыққанда Сүнгілдің машинасы орнында жоқ болды. Гүл сатып отырған жігіттен сұрап еді, ол машинаны алып кетті деді. Нишет мені әділге бересіңдер ме деді. Пойраз көреміз деді. Ол мені өлтіреді деді Нишет. Бахри әділдің не ойлағаны бар деп сұрады Нишеттен. Мен өмір бойы түрмеде отырғандай өмір сүрдім. Ол адамға мен баласы емес, үй жануары сияқты болдым деді. Ол тек қатыгез емес, ол псих, адам өлтіруші деді. Мен кеткім келген, мені жайыма қалдыр дедім, жібермеді. Бизнесін маған бергісі келді. Мен қарсы болдым. Ол наркотик, қару-жарақ сатады, заңсыз жолмен ақша табады деді. Ихсан оған жұмыс істейді, аңдып ұстап алады, тағы қамап қояды. Бірақ мен тағы қашып, сосын сендерге кездестім деді. Милтем, әділ біздің анамыз өлді деді. Шын ба деді. Менің анам өлді, сендердің аналарыңды білмеймін деді Нишат. Айшагүл, сенің анаң қалай өлді деп сұрады. Ол Бахриге, сіз оны өлтіргіңіз келгеннен кейін болды деді. Ол сол кезде қатты күйіп қалды, көп ота жасалды. Сіздің атыңызды қайта-қайта айта берді. Ол қатты қорықты. Қорыққан сайын анам екеумізді қинады. Бірнеше айдан кейін анам қашқысы келді. Ол біліп қалды. Ол анамды менің көз алдымда өлтірді деді. Пойраз, біз қайдан білеміз сенің шындық айтып отқаныңды деді. Туған ағаңа сенбейсің бе деді Нишат. Мен көмектесем ол адамды тоқтатуға. Өлтірсеңдер де болады. Маған енді бәрібір деді. Бахри, біз солай істейміз деді. Бахри, оған сосын не істейсің деді. Ол білмеймін, шетелге керек болса шетелге кетемін деді. Бахри, жылтыр басқа, одан не күтетінімізді білмейміз, қауіпсіздікті сақтаңдар деді. Сүнгіл Епекпен сөйлесті, машинаны алып кетті деді. Епек, сенің жүк салғышыңда Сельчук бар емес пе деді. Оны да алып кетті деді. Енді не істейміз? Оны тауып алса не істейміз деді. Сүнгіл, сен барып қарап кел машинаны деді. Мен қайдан табамын деді Епек. Епек, құдайым-ай, неге осыған жоладым екен, не ойладым деп өкінді. Жалтырбас күзетшілерді жинап, бір адам болып жүрмеңдер, қаруларынып дайын тұрыңдар деді. Сүнгіл мен Деспина үйге келіп түсінбей қалды. Үйде не жиналыс деп. Айшагүл шығып, әділдің баласы біздің үйде, сол үшін әкем бәрін жинады деді. Ихсан әділге келіп, сіздің балаңыз Бахридің үйінде. Бахри бәрін сол жерге жинады. Пойраздың көршілерінде деді. Әділ оған маған бәрібір, ол үйдің ішінде кім бар екенін деді. Ихсан, оның үйінде сенен тағы да балалар бар деді. Әділ, Ихсан, саған қанша рет айтам, маған бәрібір деді. Ихсан, жақсы, бәрін жинап іске кірісеміз деді. Бахри үйіне жиналғандарға рахмет, жиналғандарыңызға. Түсінемін, кейбіреулеріңізге мұнда болу қиын. Бұл жердегілердің бәрі маған қымбат жандар. Қазір бізге қауіп төніп тұр. Нишат әділдің баласы, оны қайтару үшін бәрін істейді деді. Епек келді. Сүнгіл осы жетпей тұр еді деді. Садридин, мен оны шақырдым деді. Ихсан әділге келіп бәрі дайын деді. Әділ, жақсы, барыңдар деді. Ихсан, тапсырманы орындауға барасыңдар деді адамдарына. Сүнгілге машинаны әкелді деді күзетші. Сүнгіл машинаның жүксалғышын ашты. Сельчук сол жерде әлі жатыр. Ол сені менің үйіме әкелді. Үйде қарулы күзетшілер толып жүр. Сені атып тастайды деді. Сельчук, мен әжетханаға баруым керек деді. Сүнгіл, шыда, болмайды, мен бірдеңе ойластырамын деді. Епек Сүнгілді күтіп тұрып, не болды деді. Ол әжетханаға барғысы келіп тұр деді. Епек, енді ол неше сағаттан бері ол жерде деді. Бахри Деспинамен сөйлесті. Сүнгілмен көп сөйлеспе, сақ бол одан деді. Деспина жақсы деді. Баланы ұрлаған айта алмады. Деспина көңілі түсіп, өзін өтірікші сезініп, сөйлескісі келіп Умранға келді. Умран түсініп, жылтырбасқа, бізді оңаша қалдыра тұрасыз ба деді. Ол шығып кетті. Умран, не болды сізге деді. Деспина, Сүнгілге не болды? Бахридің сыртынан не істеп жүргенін білсең ғой деді. Одан аулақ жүріңіз деді Умранды. Деспина, Хасен Яғмур деп бастап қалай айтарын білмей тұрғанда, Умран, сіз де білесіз бе? Я, оның баласы күйеуінен емес деп айтып қалды. Бахри оны өзінің немересі деп ойлап жүр деді. Деспина не деп шошып кетті. Айшагүл Грамилаға, Пойраз не істеп жүр деді. Ол Айшагүлге жиналыста не болғанын бәрін айтып берді. Айшагүл ашуланып Пойразды іздеп кетті. Умран, мен сіз соны айтайын деп жатқан шығар деп ойладым. Ешкімге айтпаңызшы деп жалынды Деспинаға. Айшагүл Пойразға келіп, сен не істеп жүрсің деді деп ұрысты.
Жиналысқа барып адам өлтіріп деді. Өзің әкеңнің қасында бол деген жоқсың ба деді. Кім айтты, жалтырбас па? Умранның күйеуін өлтіріп көміп тастаған адамға сеніп жүрсің бе деп айтып қалды. Диспина Умранға Бахриге айтуымыз керек деді. Умран біз айтсақ ол бәрімізді өлтіреді деді. Әділдің адамдары Бахридің үйіне келді. Күзетшілер көп. Ихсан туннель бар деді, сол жақтан кіреміз деді. Айшыгүл Умранның күйеуін неге өлтірдің деп айғайлады. Әйелін ұрды. Бірінші ол мені қылғындырды, мен қорғану үшін ұрып қалдым, ол өліп қалды деді. Әділдің адамдары дайындаламыз, күзет жоқ, тез шаруаны бітіреміз деді. Біреуі Нишаттың суретін көрсетіп, осы адамнан басқасының бәрін өлтіреміз, балаларды да деді. Әділ мен Ихсан компьютерден бәрін қарап отырды. Бахриге полициядан звондады. Бүгін сіздің келініңіз бізде болды. Бір полицей оны танып қалыпты. Бала ұрлауға қатысты. Қасында бір әйел болды деді. Көмегім керек пе, Бахри мырза деді. Ол жоқ, бәрі жақсы деді. Эпекке Диспина мен Сүнгүлді шақырып кел деді. Сүнгүл мен Диспина Бахриге келді. Сүнгүл, әке бізді шақырдыңыз ба деді. Бахри, мен бір сұрақ қоямын, тек шыныңды айт. Болмаса бұны бұлай қалдырмаймын деді. Бүгін полицияда не істедіңдер деді. Диспина жауап берді. Хасан Ягумурды ұрлап кетті деді. Сол үшін біз полицияға бардық. Бахри, не деді. Сүнгүл, біз Бағдаршамда тұрғанда 2 адам Хасанды алып кетті. Сіз ештеңе білмеуіңіз керек, болмаса баланы өлтіремін деп айтты деді. Диспина өлтіремін деген жоқ, көрмейсіңдер деді деп айтты. Сүнгүл, бәрібір емес пе деді. Бахри, оларға не керек болды деді. 500 мың деді. Диспина мен ақша берді, сосын баланы алдық деді. Бахри, неге мен ештеме білмеймін, немереме бірдеңе болсашы деді. Сендер жындандыңдар ма? Ол мені таң қалдырмайды. Ал сіз ше деді Диспинаға. Біз қорқып кеттік. Баланы құтқару бірінші орында болды деді Диспина. Әділдің адамдары туннельге кіріп келе жатырды. Әділ мен Ихсан компьютермен оларды қарап отырды. Ихсан, бұл жерде адам жоқ. Туннель подвалға апарады. Солай ішке кіреміз деді. Сүнгүл, әке бізді кешіріңіз. Біз ойламадық деді. Сен қанша қателік істедің, қайсысын кешірейін деп Бахри ұрсып жатқанда Грамила келіп, әке сізді болама деді. Әділдің адамдары дайындалыңдар, кіреміз деп тұрғанда оларға газ жіберді. Әділ не болды деп отырғанда Бахриді көрді экраннан. Ол шошып кетті. Бахри деді. Бахри, не болды? Әділ басқа каналға қосылып кетті ме деді. Адамдарын видеомен көрсетті. Не істейін оларды? Өлтіріп денелерін жіберейін бе, әлде өзің істейсің бе деді. Не айттым саған? Балаңды алу үшін өзің кел деді. Әділ жынданып компьютерді жауып тастады. Әділ Ихсанға айқайлады. Осы ма сенің адамдарың? Қара, біреуін қалдырмай байлап тастапты деді. Ихсан, басқа жоспар құру керек бізге деді. Әділ, ойланма, Ихсан, кет, көзіме көрінбей деп оны қуып жіберді. Бахри, Пойразға сен қайдан білдің олар осы жерде кіретінін деді. Ол біз бірдеңе ойластырдық деді. Пойраз, Зулпхар, Грамила, Мелтем төртеуі ақылдасып жоспар құрған. Пойраз, туннельге күзет қоймаңдар. Біз солай олардың қайдан кіретінін білеміз деді. Камера қойып оларды ұстап алды. Әділ Семаға звондап, сен қайдасың? Сефер сені сұрап жатыр. Менде саған қымбат адам бар. Сенде маған қымбат адам бар. Бұлай істейік. Сен маған Нишатта келесің. Сеферді алып кетесің деді. Сефер тірі екенін дәлелде деді Сема. Әділ, ол қазір менің қасымда емес. Уақыт аз. Не айтасың деді. Сема, білмеймін, мен оған жақындатпайды деді. Онда Сефер өледі деді. Сен оның денесін алғың келеме деді. Сема, сен өтірік айтасың деп телефон тастап жіберді. Әділ Ихсанға бір шешімі болу керек деді. Ихсан, таң атқанша күтейік деді. Әділ, жоқ, менің балам кешке дейін осы жерде болу керек деді. Тыңда мені, Ихсан, мен қазір Нишатты ол жерден оңай шығарамын деді. Ол тергеушіге звондап полицияны Бахридің үйіне жіберді, Нишатты іздеуге. Олар келіп Бахридің үйін іздеп оны таппады. Сема Нишатты Әділге апара жатырды. Сема Әділге звондап, балаң менде деді. Мен оны алып шықтым. Кездесуіміз керек деді. Сефер сенімен келуі керек деді. Уайымдама, сен Сефермен жарты сағаттан кейін кездесесің деді. Ихсан, сен осы жерде бол, мен барып келемін деп кетіп қалды Әділ.
Эпек пен Садриддин сөйлесті. Садриддин саған не істеймін деді. Мүмкін сені кешіремін деді. Эпек сен кешіре аласың ба деді. Ал сен қалайсың ба соны деді. Ант етемін мен енді сені алдамаймын деді. Екеуі сүйісіп отырғанда Сүңгіл кіріп келді. Не істеп отырсыңдар менің төсегімде деп жынданды. Сүңгіл Эпекті жұлқылап кет, шық менің бөлмемнен, кет үйден деді. Эпек ашуланып сен өз балаңды ұрлаттың деп айтып қалды. Садриддинге ақша үшін баласын ұрлатты деп айтты. Садриддин не деп тұр ол деді. Сүңгіл сен оған сенесің бе? Мүмкін сұрарсың Селчук деген кім екенін. Ол оның жігіті деді. Эпек ол өтірік айтады деді. Сүңгіл мүмкін паспорттарын тексереміз, екеуінің фамилиясы бірдей ме екен деді. Сен оны емдеттің, олар сені ақымақ қылды деді. Эпек бәрін түсіндіремін деді. Садриддин Эпекті ұрып жіберді. Сүңгіл рахаттанып қарап тұрды. Нишет Семаға әкем саған өтірік айтады, сен үлкен қателік жіберіп жатырсың деді. Біз кездеспей жатырып ештеме білмейміз деді Сема. Садриддин Селчук қайда? Шақыр оны осы жерге деді. Эпек білмеймін деді. Садриддин өзім табам оны деп жатқанда күзетші Селчукті жүк салғыштан тауып алдық деп әкелді. Сені танимын деп тұр деді. Ақшасы болды чемоданда деді. Садриддин Селчукке кір деді. Күзетшіге бара бер деді. Селчук кел отыр деді. Сосын өзі тапаншасын алды. Селчук Садриддин тапанша неге деп сұрады. Сема Әділмен кездесуге келді. Сема маған не керек екенін сен білесің деді Әділге. Сен не шынымен Сефер менде деп ойладың ба? Қандай ақымақсың деді. Сема сен мені алдадың ба деді. Әділ сен сияқты ақымақты алдамау күнә деді. Эпек Садриддин өтінем олай істемеші деді. Сүңгіл бұл жерде емес деп жатқанда Садриддин Селчукті атып тастады. Тапаншаны Эпекке ұстатып, екеуің барып оны көмесіңдер деді де шығып кетті. Әділдің адамдары Семаға тапанша кезеп тұрды. Нишетке машинаға отыр деді. Сема, саған Садриддинді әкеле алмағандықтан сені оған жақын жерге жібере аламыз. Не айтасың деді. Сема қуана деді. Бахридің адамдары келіп, оның адамдарын атып тастады. Әділ қорқып кетті. Сен маған тұзақ құрдың ба деп Семаға қарады. Бахри келді. Мен сені Сеферге жіберетін едім, бірақ ол барған жерге сен бара алмайсың деді. Әділ тергеушіге звондағанда Шевкет Пойразға звондап, Әділ бір тергеушіні Бахридің үйіне Нишетті іздеуге жіберіп жатыр. Олар қазір сол жерге барады деп айтып қойған. Айшегүл не болды деп Пойраздан сұрайды. Тергеуші келеді, Нишетті алып кетеді деді. Оны бұл жерден алып кетуіміз керек деді Пойраз. Айшегүл Сема алып кетсін, ол оны Әділге апарады. Әділ оған сенеді деді. Айшегүл Семамен сөйлесемін деді. Айшегүл Семаға келіп, Әділ сені пайдаланып жүр. Өш алғың келсе Әділге звондап Нишетті әкелем деп айт деді. Полиция келгенде олар Сема мен Нишетті Әділге жіберген. Бахри Әділдің аяғынан атты. Ол жерге құлады. Бахри оған тапанша кезеп, мен сенің өлім періштеңмін деді.